Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін балалардың қосымша тамағы брокколи дайындаймыз, яғни прикорм. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осындай брокколимізді аламыз, және де өзімізге керек мөлшерде алып алатын боламыз. Маған 1-2 күнге жететін 6 айлық балаға дайындайтын боламын қазір. Брокколидің негізгі пайдасы зор. Кальций, фосфор, темір деген витаминдер бар, және де тәбет, сонымен қатар ас қорыту жүйесін де жақсартады. Тек балалар емес, ер адамдарда жеуге болады. Сонымен қатар брокколиді қуырып та, қайнатып та, шикідейде салаттарға қосып жеуге болады. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл видеодағыдай пышақтың көмегімен артық жерлерін, яғни осындай қатты сүйектерінің барлығын алып тастаймыз да, осылай ұсақ бөліктерге бөліп ыдысымызға салып аламыз. Міндетті түрде артық сүйектерін алып тастаңыздар, және де қатты майдалаудың қажеті жоқ. Қайнаған кезде езіліп кетуі мүмкін, сол үшін осылай бөліктерге бөліп алсаңыздар жеткілікті. Ыдысымызға салып дайындап алдық. Енді осының үстіне қайнап тұрған, бірақ жылы күйінде алғашқыда суымызды құйып 5 минутқа қалдыратын боламыз. Арада 5 минут уақытымыз өтті. Енді осы суымызды төгіп тастап, ыстық қайнап тұрған суымызды тағы да құйып 15 минутқа қалдыратын боламыз. Он 15 минут уақыт өткеннен кейін тағы да осылай жақсылап жуып аламыз да суымызды төгіп, енді 1,5 сағатқа қайнатуға жіберетін боламыз. Мендегі ыдыс осындай кішкентай кастрөлге салып алдым, және де осының үстіне жақсылап жуып алған брокколидің үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып алатын боламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, және де бетін жауып 1,5 сағатқа қайнатуға жіберетін боламыз. Менде арада 1,5 сағат уақыт өтті. Көріп тұрғандарыңыздай біздің брокколиміз пісіп, осылай қайнап шықты. Енді осыны маған осындай ыдыс қажет болады, яғни тарелкамызге брокколимізді салып алатын боламыз. Балаға қосымша тамаққа бірінші брокколиді берген жөн, себебі витаминге бай, және де баланың сүйегіне де, тісіне де мол әсерін береді. Бірінші күні бір қасықтан берсеңіздер болады. Екінші, үшінші күндері, яғни 2-3 ас қасықтан осылай күніне көбейте берсеңіздер болады. Суымыздан ажыратып алдық. Енді бізге вилка қажет болады. Вилканың көмегімен осылай езіп алатын боламыз. Міндетті түрде үйіңізде кішкентай сәби бар болатын болса, осы прикормды жасауға кеңес беремін. Өте пайдалы. Осы видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермендерім, назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше достарыңызбен, жақындарыңызбен өз арнамды бөлісіп қойыңыздар. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.